Сәлем достар, бүгінгі видеода отжиманияны бастан бастап үйренетін боламыз. Олай болса, кеттік. Бірінші кезеңде жаттығуды бастамас бұрын міндетті түрде денемізді қыздырып аламыз. Екінші кезең жаттығуды қабырғада жасаса болады, денеміз қатаю үшін. 10-20 рет жасап болғаннан кейін орындыққа немесе диванда отжимания жасауға болады. Бұл жаттығуда қолымызды кен ашып, аяғымызды дүз ұстап 5-10 рет жасаймыз. Барлық салмақ аяғымызға түскендіктен бұл жаттығу оңай болады. Екінші кезеңді жасасаңдар, үшінші кезеңге өтеміз. Бұл жерде отжиманияны тізеде жасайсыңдар. Аяқты бүгіп 3-4 рет отжимания жасайсыңдар. Төртінші кезеңде толық отжиманияны керісінше жасаймыз. Баяу түсіп, тіземен көтерілеміз. Қол талғанша дейін. Бесінші кезең толық отжимания, аяғымызды және белімізді түз ұстаймыз. 5 рет жасасаңдар болады. Одан кейін демалып, тағы 5 рет жасайсыңдар. Тағы демалып, тағы 5 рет жасайсыңдар. Солай. Бірнеше уақыт өткен соң отжиманияны 10-нан жоғары жасай алған кезде отжиманияны әр түрлі жасауға болады. Қолды әр түрлі қойып отжиманияны жасау. Планка түрінде тұруға болады. Планка түрінде отжимания жасаса болады. Отжиманияны резинкамен жасаса болады. Отжимания стойкамен. Және отжиманияны салмақ қосып жасаса болады. Олай болса сендерге сәттілік. Егер турникте тартуды үйренгің келсе, онда үстіндегі оң жақ батырманы бас. Ал сендермен болған Райымбек Ералы. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар. Кеттік.